Артроз неден басталады? Не үшін болады? Дұрыс сұрақ қойдым. Артроз деген бірінші питаниеға байланысты. Ол обязательно питаниені дұрыстау керек, дұрыс тамақтану керек, көп салмақ жинамау керек. Мысалы, артроз деп айтамыз, бізде мына екі ортада ұстап тұрған мына шеміршек болады, қазақша шеміршек деп айтамыз. Сол шеміршек мына екі сирақты қажамау үшін Құдай солай жаратқан. Сол қажамау үшін Құдай солай жаратқан. Сол үшін салмақ аз, дұрыс тамақтану керек. И мына жерде бізде чашка деп айтамыз. Сол чашканы оңға, солға, жоғары биік қозғау керек, чтобы қан жүрісін жақсартуымыз керек. Одан кейін біз көп қозғалыс болмағаннан кейін бізге мына жерге бұлшықтарымыз былай қысқара береді, тырысады, қысқарады. Содан кейін бізде қан жүрісі қиындай бастайды. Сол қан жүрісін жақсарту үшін тағы да айтамын, мына жерлер, мына санды былай ұрғыштап қою керек, аяқты қозғап тұру керек. Сосын үшінші дәрежелі деп айтсақ, екінші, үшінші дәрежелі былай иілмей қалуы мүмкін. Сол иілмеген кезде былай иілген жеріне дейін до конца қатты баспаймыз. Осы келген жеріне дейін болды. Осылай басамыз да көтереміз, осылай изей береміз, икей береміз, қозғалыс. Сол кезде мына жерде қан жүгіре бастайды. Қан жүгірген сайын бізде мына жерде шеміршек майды бөле бастайды. Сол бөлінгеннен кейін бізде мына жерде қажамайды. Мына жерде қажалу процесі болмайды. Ал жаңағындай укол саламыз дейміз, тағы бірдеңені келгенін, оның бәрі уақытша. Көп болса 1 жыл, 1,5 жыл. Одан кейін ол еще қатты ауыра бастайды. Потому что ол мына жерде білінбейді. Біз мына сүйектің қажалып жатқанын сіз сезбей қаласыз. Сол сезбегендіктен бізде қатты қажалып қалады. Сол үшін салдырмаңыздар. Ыңғайлысы только қозғаңыздар. Мынаны бұлай тартып қозғап қойыңыздар. Үйдегі балаларыңызға, жолдастарыңызға бұлай тартырып қан жүрісін жақсартуымыз керек. Вот сол кезде біз өзімізді емдей аламыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Лайк басып тіркеліңіздер бауырыма.